AutoCAD тек қана сызылмалар үшін арналған дастұр. Егер бір жерде қате кететұғын болса, har bir басқышта ізбе-ізлікте өзгертуге мәжбүр боламыз. Ал BIM технологиясына текарланған Revit дастұрында болса, hamma басқышты бір секундта автоматик тәрізді өзгертуге болады. Соның үшін қазір дүния архитекторлары, дизайнерлер, құрылысшылар Revit'ке өтіп атыр. Бұнда уақытыңыз тежеледі, һәм қателер саны әдеуір кемейеді. Revit бұл сызылма үшін емес, проектті басқарушы система. AutoCAD тек қана сызылмалар үшін арналған дастұр. Егер бір жерде қате кететұғын болса, har bir басқышта ізбе-ізлікте өзгертуге мәжбүр боламыз. Ал BIM технологиясына текарланған Revit дастұрында болса, hamma басқышты бір секундта автоматик тәрізді өзгертуге болады. Соның үшін қазір дүния архитекторлары, дизайнерлер, құрылысшылар Revit'ке өтіп атыр. Бұнда уақытыңыз тежеледі, һәм қателер саны әдеуір кемейеді. Revit бұл сызылма үшін емес, проектті басқарушы система. AutoCAD тек қана сызылмалар үшін арналған дастұр. Егер бір жерде қате кететұғын болса, har bir басқышта ізбе-ізлікте өзгертуге мәжбүр боламыз. Ал BIM технологиясына текарланған Revit дастұрында болса, hamma басқышты бір секундта автоматик тәрізді өзгертуге болады. Соның үшін қазір дүния архитекторлары, дизайнерлер, құрылысшылар Revit'ке өтіп атыр. Бұнда уақытыңыз тежеледі, һәм қателер саны әдеуір кемейеді. Revit бұл сызылма үшін емес, проектті басқарушы система.